Саламатсыздар ма балалар? Отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабаққа деген көңіл-күйлеріңіз қандай? Тамаша. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын экранға назар аударайық. Жеті ата. Жеті ата. Бұл қазақ халқының дәстүрлі салт санасында адамның ата жағынан тегін таратудың нақты жүйесі. Әрбір қазақ баласы өзінен бастап жеті атасының аты жөнін білуге міндетті. Мұны әке шешесі, ата әжесі үйретіп, жаттатуға тиіс. Жеті атасын білмеген жетесі деген аталы сөзді өзіңіз де білетін боларсыз. Өйткені қазақта жеті атаға дейін қыз алыспайды. Оған дейінгі ұрпақ бір атаның баласы туыс саналады. Қазақтар негізінен жеті атаны былайша таратады. Бала, әке, ата, үлкен ата, баба, түп ата, тек ата. Ата тек атаулары: ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене. Немере ата-ананың ұлынан туған бала. Шөбере немереден туған бала. Шөпшек шөбереден туған бала. Немене шөпшектен туған бала. Бұдан әрі туыстық атаулар: жүрежат, туажат, жұрағат, жат жұрағат, жепжат, жамағайын болып кете береді. Туажат неменеден туған бала. Жүрежат туажаттан туған бала. Жепжат жүрежаттан туған бала. Ал балалар, бейнефильмнен не жайлы көрдіңіздер? Дұрыс айтасыздар, жеті ата жайлы көріп отырсыздар. Мен не себептен жеті ата жайлы бейнефильмді қойдым? Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жеті ата ел танудың бастауы. Олай болатын болса, мен сіздерге қысқаша жеті ата жайлы мәлімет бере кетейін. Яғни балалар, қазақ халқының салт дәстүрінде жеті атаны үйрету атадан балаға міндетті екен. Жеті атаны әрбір бала білуі тиіс. Яғни әрбір бала өзінің әкесін, атасын, бабасын, арғы атасын, түп атасын, тек атасының аттарын атымен білуі міндетті. Енді осы жеті ата жайлы біздің қазақ халқында бірнеше нақыл сөздер мен мақал мәтелдерде жеткілікті. Солардың біріне тоқталатын болсақ, жеті атасын білмеген жетесіз. Яғни бұл мақал мәтелдің бізге берер мағынасы өте зор екен. Сондықтан балалар, әр уақытта біз өзіміздің жеті атамызды жатқа білуіміз керек. Енді олай болатын болса, кітаптарынан үшінші тапсырманы орындайық. Бірінші топ өздерінің жеті аталарын рет-ретмен орналастыру. Екінші топ ел тану сөзіне кластер жасау. Ал үшінші топ болатын болса, жеті ата керек пе деген сұраққа өз ойын қысқаша айту керек. Ал тапсырмаға дайындаламыз балалар. Тапсырмаға кім шығады балалар? Бірінші топтан Ерасыл келе ғой. Жеті ата бірінші балалары.
Baba болады. Арқата. Цитата. Және цитата. Жарайсың, тамаша, отыра ғой. Екінші топтан кім дайын? Ал Балнұр. Дінтану. Біріншісі ғылым білу, екіншісі дін, үшіншісі халық, төртіншісі мәдениет, бесіншісі дәстүрді сақтау. Тамаша. Ал үшінші топтайымыз ба? Жәния. Мен ойымша әр бала өзінің жеті атасын білу керек. Себебі біріншіден ол өзінің баласына өскен кезінде жеті атасы туралы ешкімге айта алмайды және де үйрете алмайды. Екіншіден ол өзінің қай ұрпақтан тараған және де жеті атасы туралы ешкімге үйрететін болады. Жақсы, тамаша, отыра ғой. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мен сіздерге бірнеше сұрақтар қойғалы отырмын. Жеті ата жайлы қандай мақал мәтелдерді білеміз? Бағдәулет. Жеті атасын білмеген жетесіз. Жақсы, тағы Ислам. Жеті атасын білмеген жетімдіктің салдары. Тағы да Ал Әділет. Жеті атасын білгендер жеті жұрттың қамын жер. Дұрыс, отыра ғой. Ал балалар, жеті ата жайлы біразырақ мақалдарды біледі екенбіз. Енді жеті атаны біз жоғарыдан төмен қарай атайықшы. Балнұр. Бала, әке, ата, ағата, тұбата, тегата. Отыра ғой. Ал енді төменнен жоғары қарай. Жәния. Ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, нене. Дұрыс. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды біз БББ кестесі арқылы кері байланыс келейік. Кері байланыс жазып болсақ, оқиықшы кері байланысымызды. Неге оқи ғой? Мен жеті ата туралы бұрыннан білемін. Жеті атаның не үшін керек екенін білдім. Тағы да қазақ халқының дәстүрлерін білгім келеді. Ал Бағдәулет. Бұрыннан білемін. Жеті атаны. Елдің жеті атаның қорымын білгім келеді, қазақтың басқа да салт келеді. Рамазан. Білдім жеті атаны білгім келеді. Тағы да қазақ халқының салт дәстүрлері бұрыннан білдім жеті атаны. Ал Аружан. Бұрыннан білемін жеті атаның құрылымын. Бүгінгі сабақта мен жеті ата туралы көптеген қосымша ақпараттарды білдім. Жеті ата туралы қосымша мақал мәтелдерді білгім келеді. Отыра ғой. Серғазы. Жеті ата не екенін білемін. Жеті ата не үшін керек екенін білдім. Жеті ата туралы басқа да мақал мәтелдерді Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.